9 жыл өмір сүрген екенсіз. Ажырасуға не себеп болған? Баста бақытылы жасадық. Бір-бірімізді түсінер едік, жеткізушілерінің бәріне шыдадық. 2011 декабрьде қызыл болды. Сол жүрегімде кеселдікпен туылды. Кейін екінші қызымнан онкологический операция болды. Сол жетпеслік болды, ұрыс қағыз. Сол арасында ортамызға үшінші адам пайда болды. Қазір көрдік, 2 қыз, 1 балаңыз бар. Яғни бәрі де мощный Аллахның бергенлері. Кесел болып қалды деп жатсыз, жетпеслік. Қызлар қазір жақсы ма денсаулығы? Қазір Аллаға шүкір жақсы. Бәрі. Үшінші перзентімде докторлар дауна деп берген еді. Сол алдырып тастайсаң деп. Соның үстінде ұрыстық. Мен 2 кесел балаға жеткер алмадым туымды. Енді үшіншісі майып бола ма? Алдырып тастайсаң деді. Мен Алланың берген перзентті егер маған сол тәубелетті рәуа көрсе, мен оның майып халында да бағаман деді. Бірақ Алланың қадіріне шүкір, бала 12-ші сау. Бала сау, көрдік, қазір шауып ойнап жүрді. Яғни бұл күлер сынау өтіп кетті қазір дейміз. Қазір өзіңіз, яғни балалармен қалғанға қанша уақыт болды? Ол 2021-де шығып кетті. Карантин уақыты еді. Өзім операция болып, 3-ші перзентіме операция болып босанған кездерім. Сол үйден шығып кетті. Ол кезінде жұмыс істейтін еді. Жұмысы бар, ақшасы бар еді. Қалтасында пулы болып тұрып. 2 нан жоқ үйде. Ішіп жейтін продукты жоқ. Орнынан зорға тұрдым, үйден шығып бара тұрғанда біздер таслап баратыр. Мен 2 нанға пұл таслап кеткен болмаса деп жалындым. Қызым босаға да жатып алды. Папа біздер таслап кетпе деп үлкен қызым. Кішкентай бірінші, екінші кластағы. Түнгі сағат 11-лер еді, шашы жайылу, көшенің басына ешкім жүгіріп ізінен. Папа таслап кетпе деп. Мен ізінен жүре алмадым. Операциядан зорға тұратын болдым. Қызым тоқта келіп зорға қайтарып алды. Күйеуіңізді жаман адам деп есеп қойсыз ба? Жаман емес еді. Кейінгі уақытлар ол өзгерді. Кеткен кезінде көп қиыншылық көрдік. Үйге нан жоқ, балаларыма аш болдық, нан деген уақытлар. Ішінен не өткенін өзім білемін. Менен хатты өсіп шықпады балама. Үйретке баруға 4 күн ұзақта. Қонысылар тауығыма өріп 3 тауығын. Тауығыңа берерсің деп қағарға. Көбейген қатқан нанларын беретін еді. Дән алуға да ақшам жоқ еді. Сол қатқан нанларын сулап, нан сорпа қылып жуып жедік. Яғни тауыққа деген нанды көгерген. Сол тауыққа деген нанды 20 күндей нансыз отырдық. 20 күннен кейін пособие түсетін еді. Тек сол бір пособиемен 435 теңгемен күн көрдік. Енді өткен күннен айтатын болсақ, сол қожалық бағу үшін бірге әрекет қылдық. Ол әмне жұмыс істеді қолынан келгенше. От жағарам болды, шашылдан сырты. Бәрін істеді. Бірақ бәрібір жетпеді. Яғни әрекетте болды уақытында. Әрекетте болдық, ала. Мен жақсы жасадыңыз, сонда қиыншылық болса да. Ала, бар тапқанымызды ортаға қойдық. Ауқат аса алмаған күндеріміз болды. Нан таппаған күндеріміз болды. Бірақ ортамызда ауызбіршілік бар еді. Сол операциядан қарыздар көп алдық. Көп мөлшерде. Жер алдық арендаға. Алдан. 3 километр жерге 6 айлық баламды арқалап 3 жасар қызымды коляскеге салып, жаяулап барып, азында 4:30-да шығып кетемін. Кеште 11-лерге жетіп келемін. Сондай қиыншылықта да бірге жақсы жасап отырған жерде
Әттең ер азаматқа жетер жетпеушілігі өзі келіп тұрған уақытында ортада және біреу пайда болуы ажырасуға себеп болды. Газ жоқ еді үйде. Ол кездері көшемізде газ жоқ еді. Отынменен үйді ысытар едік. Ол кеткен уақытта январь еді. Күн қатты суық. Ошағының іші құлап қалды мойынлары. Сол мойырсын тазалайтын адам таппадым. Өткен кеткен ержігітлерге жалынсам, сол күйеу жоқ үйге кіре алмаймыз деді. Өзім жайдың басына мына алматыға балаларым һәм аштықтан һәм суықтан қиналды. Біздің қағуарымыз бар. Бұл ең бірінші келгенімізде қара мұз болып отырған еді. Бұл һәм ең бірінші котел ішінен бастаған едік. Қазіргі жағдайыңыз бен бұрынғы жағдайыңыз салыстырғанда не дейсіз әзір? Қазір Аллаға мың қате шүкір болады. Зор. Әмесі жақсы. Яғни бізбен таныс болғаныңызға 3 жыл адаспасам болды. 3 жылдан көп болды. 3 жыл болды. Аз тырысқақылықпенен қазіргі жағдайыңызды салыстырсақ, Құдайға шүкір әдеуір жақсы үйлерде де ремонт бар, қайыр басыңызбенен. Балалардан киіндіріп, не өсіріп. Шүкір Аллаға. Енді бір сұрау сізге. Бұл істерді қазір сөйлесіп отыра берсек, көп нәрселерді айтсақ болады да, енді мен бір ақылап біреуді жаман көрсету ниетім жоқ. Лекін бұл істерде өзіңізде қандай айып білесіз? Қандай айыбыңыз бар яғни? Тағдырымда бар екен. Бұндай қиыншылықтарды көргенде айтыларымды баршылар. Біз тағдыр жазылған маған. Осы қиыншылықтарды көру танымасын. Мен бұл қиыншылықтармен өстім. Алланы таныдым. Әмін нәрсенің қадіріне жеттім. Яғни бір қиыншылық артынан әрісті бір хикмет бар дейді. Адамның өмірінде бірге жүретін өмір жолдасы. Мен өмір жолдасымды жоғалтым. Бірақ мен көп нәрселерге ерістім. Әтрafımda мен осы жақсы адамдар, мені қолдап қоятындар, осы перзентлерімнің келешегі, достарым, мен үшін һәр нәрсеге дайын достарым бар. Сол көп жақсы адамдарды ұшыраттым. Мысалға, 3-ші перзентімді босанып отырғанда үйімде жауын жауып еді 1 майда 20-шы жыл. Қатты нөсер жауын болды. Үйлерінің шипірі жоқ, әне жайдан жауын өтіп жатыр. Қызларым екеуі қашып жүр үстімізге жайғылып. Мен оларды қай үйге қояды білмеймін. Әне жайға табақ ләгеніне қойып далаға жүргенмін. Мен түгімін. Мен айланып беремін, табақ болады. Сонда әне жер алай болып жатыр. Сөйтіп жүргенмін. Су кетіп қалды. Я тоқ жоқ. Телефонда я жоқ. Я скорый шақырамын. Мысалы сондай ақпалар болды ғой, қазір шүкір деймін. Сондайлар жүктенген тамақханашылар келіп, келіп шифрлап берді. Сондай жақсы адамдармен танысуыма себепші болдым. Олар хайфлықта шақырып перзентлерімді әр жерлерді айландырды. Мен жетіскендіктерін сондай жақсы адамдармен сондай танысу, оған тағдырым деп алынды. Қазір жұмыстасыз, ә? Жұмыстамын. Айлық. Айлық бар. Сол бір айлық. Қосымша еш дарамат жоқ, жетеді, бірақ бір нәрсеге мен сеніммен Алла айтпаған. Менде қыбырлаған зат бар. Солардың нәрсеге сенемін. Негізі айлығым аз болғанымен берекеті бар. Соған шүкір етемін. Жетеді. Әмін нәрсеге жетіп жатыр. Қазір бұл сұрауды беруімнен мақсат мынандай да, қазір біз жүрген жерде ажырасулар жүдә көп. Көп емес, жүдә көп дәрежеде. Мәселен, қазір айтыңыз, басыңыздан қанша қиыншылық өткен, лекін бәрібір ер азаматтың орнына, һәм балаларға әкенің орнына қайта жарасу мүмкіндігі болғанда, болмаса басқа да бұл істерде басқаша болғанында, мәселен, өзіңіз аял басыңызбен өзімді өзім алып кеттім
ер азаматсыздан жасауға болады деген түсінік бар ма? Оны түсіндім. Бәрібір бір үйде бір ер азамат болу керек. Bir әйелге hamması қиын. Мен қазіргі үйге басыма өткен қиыншылықтардың бәрін айта алмаймын, lekin мен қатты қиналдым. Әрбір нәрседен айырылдым, денсаулығымнан жүріп келдім, яшік көтердім. Бірақ сол ақша тауып балаларымның қарнын тойдырып, киініп кидіргенімнен оларға әке болуын баса алмадым. Сондай пайталарым болды. Қызларым қайықта екен десем, есіктің артында отырып, бетін басып, жылап отырғанлары. Кейін мектепте ата-аналар hakkında жазғым келгенде, мысалы қызым сондай папамның үйінде тұрады дегенде қасымдағылар, сен папаң тастап кетті ғой деген, соны айтып жылап келгенде мен іштерімнен қан өткенін білдірмей бір әрекет қылдым, бірақ бәрібір ортада перзент қиналады. Бәрібір оларға әке керек. Әмме нәрсе әперуі мүмкін, бірақ әкенің мехрін сатып әпере алмайды екенсің. Сол қазір қызларым жақсы бақаларға оқып жатыр, білім алып жатыр, дөңгелектерге қатынап жатыр. Екінші қызым күрестен 3 мәрте бірінші орынды алды. Сол алдыларына мақсат қойған, сол келешекте жаһан чемпионы болсам, сізді хажға апарамын дейді. Балаларым өздеріне жас болуына қарамастан балалығы жоқ үлкен адамдай қылып пікірлейді. Қызым айтады, егер мен келешекте тұрмыс құрсам, ешқашан күйеуіммен ұрыспаймын дейді. Бұл видеоны алуымыздан мақсат қапа болмайсыз, айырым адамдарға дұрыс мәнінде өрнек болсын деген мәніде бұл видеомыз алынып. Сізді артынша көп ұрындырып сөйлеткіміз келмейді. Түсінетін адамға осы да түсінікті болады деген үміттеміз.